Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте оңай қарапайым булочкидің жасалу жолымен бөлісемін. Видео ұнаса, соңына дейін көріп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мен сүтке жұмыртқаны, шекерді, ашытқыны араластырып алып, үстіне сары майды құямын. Жақсылап араластырып, бір келкі масса болған кезде жаймен ұнды салып бастадым. Өте қатты емес, өте жұмсақ емес, бір келкі етіп қамыр илейміз. Бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямын. Міне қамырымыз ашыды. Қамырдан майда бөліктер жасаймыз. Мен әр бөлікті 90 грамм етіп алдым. Осы бөліктерді бетін жауып, тағы да жарты сағатқа қойып қоямыз. Арасында бетін сұйық маймен майлап қоямыз. Осылай жасасаңыздар, булочкаларыңыз көтеріліп, жеп-жеңіл әдемі болып піседі. Мен булочкалардың арасына варенье қосып шықтым, және де осылай түйіп шықтым. Бетіне міндетті түрде жұмыртқа жағып шығамыз. Әсемдеуі өз қалауларыңыз бойынша. Мен күнжіт сеуіп шықтым. Менімен соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Видео пайдаларыңызға жарайды деген сенімдемін.